Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Азиза. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы балдай тәтті қуырдақтың жасалу жолын көрсетемін. Егер видео ұнаса соңында лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қуырдақты әр өңірде әртүрлі жасайды. Мен өзіміздің өңірде, яғни солтүстік Қазақстан облысында қалай жасалуын көрсетпекшімін. Ол үшін бізге сиырдың еті қажет болады. Мен сиырдың мойын етінен жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әрине кез келген жерінің мякіт немесе сүйегін араластырып алуларыңызға болады. Тағамға қажетті құрамды описание бөлімінде толық жазып қалдырамын. Сиыр етін орташа ұсақтықта алып тураймыз. Әрине өз қалаларыңыз бойынша одан да ұсақтау немесе кішкене жуандау тураларыңызға болады. Сосын қазанымызға жарты шөміш май құямыз. Кішкене ғана құйсақ жетеді. Кішкене қызған майымыздың үстіне етімізді осылай теріп саламыз. Сіздер мынау көп етті көріп шошып кетпеңіздер. Көп тамақ жасап жатқаным себебі бүгін бізге қонақ келеді. Мен сол үшін етті көп мөлшерде алдым. Сіздер әрине өз отбасыларыңызды құрамына қарай аз аласыздар әрине. Осылайша етімізді тізіп шығып, етті араластырудың қажеті жоқ. Қазанның астына жабысып қалмайды, қорықпаңыздар. Етті салып болған соң, қазанның бетін жауып, етіміздің әбден сөлі шығып, суы шығып, әдемі болып жұмсарауын қажет болады. Ол үшін бізге жарты сағат немесе 40 минут қажет. Орташа отта бетін жауып, қойып қоямыз етімізді. Сосын арадан шамамен 40 минут өткен соң, қазанымыздың бетін ашып, етімізді араластырып, жақсылап араластырып, бетіне пиязын турап саламыз. Чесногын, мен 2 пияз турадым. Сіздерде солай 2-3 пияз турап салсаңыздар болады, немесе 1 пиязды турасаңыздар да болады. Еттің бетіне чесногын, пиязын, дәмдеуіштерін, лавр жапырағын өз талғамымызға сай саламыз. Сосын кішкене ғана араластырып, етімізді бетін қайта жауып, тағы да бір жарты сағат күтеміз орташа отта. Пияздың сөлі шығып, еттің суы әбден шығып, өте әдемі болып шығады. Етіміз пісуге жақын. Енді бетіне бауырды ұсақтап турап, осылай бетіне жайып, еттің бетін жауып қоямыз 15 минутқа орташа отта. Соныменен тамағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.